Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Абылай Қалдарбек YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода баладағы құрт қалай зардап тигізеді, баланың жалпы денсаулығын қалай құртады, одан қалай құтыламыз, қалай анализ тапсырамыз, нақты қалай емдейміз, сол туралы айтамыз. Арнаға тіркеліп, менің видеоларымды бақылап отырыңыздар. Именно бала денсаулығына байланысты көптеген ақпараттарды сіз үшін біз дайындап жатырмыз. Жалпы құрт бізде балалардың көпшілігінде кездеседі. Оны жұқтырудың негізгі жолы біріншісі қол гигиенасын сақтамау, яғни кішкентай балалар қолын уақытылы жумай, тағамды жуылмай жеу салдарынан бізде асқазан ішек жолына құрттың жұмыртқалары түсе бастайды. Екінші нәрсе ол яғни жерде өсетін, мысалға бізде картоп, клубника секілді жермен, топырақпен жанасып өсетін өнімдерді ағзада тұтыну. Бұл да толық термиялық обработкадан өтпегеннен кейін құрттың жұмыртқалары сол өнімдерді қалып қояды. И получается, сіздің балаңыздың ағзасында құрт пайда бола бастайды. Және ағзадағы құрт басқа адамға фекально-оральный жол арқылы бізде жұғып жатады. Мысалға, үлкен дәретте құрттың жұмыртқасы басқа адамның қолы арқылы тағамға түсіп жатады. Осы нәрсе болдырмау үшін гигиена сақтаймыз, және құрттың қандай белгілері бар, соны толық түсініп алыңыздар. Бірінші кезекте, егер балаңызда құртқа күмәнданып жүрсеңіз, ол тісін қышырлатады, және де құйрығын көп қасиды, баланың тәбеті төмен болады, салмағын тастай бастайды, баланың түнгі ұйқысы бұзылады, және де тамақ жегеннен кейінгі немесе қатты қарын ашқан уақытта іштің қатты ауырсынуы, спазм тәрізді ауырсынулар, үлкен дәретінің бұзылысы немесе іші өтіп кетеді, немесе іші қатып қалады. Осындай белгілер болса, ол сізде құрт бар деген сөз. Ал егер балаңыздың бетінде қандай да бір ақ дақтар пайда болса, түрлі кетуі қиын жаралар пайда болса, және де баланың жалпы тілі әрдайым налетпен жүретін болса, бұл құрт бар екенін почти 80-90%-ға дәлелді түрде сізге айта алады. Енді құртқа сіз қандай анализ тапсырып, оны нақтылай аласыз. Бірінші кезекте балада құрттың бар жоғын білу үшін иммуноферментті анализді қаннан тапсырасыз. Яғни сіз лямблиге немесе аскаридаға анализ тапсырсаңыз болады. Екінші нәрсе ол баланың капрологиясы. Капрологияны мен сіздерге айтайын, көбінесе біз 3 рет тапсыруымыз керек. Через день, мысалға понедельник, среда, пятница күндері 3 рет тапсырасыз. Және баланың үлкен дәреті жылы күйінде 2 сағатқа дейін мүмкіндігінше лабораторияға жеткізгеніңіз дұрыс. Себебі үлкен дәрет суып қалғаннан кейін құрт под микроскопом бізде көрінбей жатады. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Енді сізде белгілер бар, анализден құрт анықталды, оны біз қалай емдейміз? Бірінші кезекте баланы қатаң гигиенаға және қатаң диетаға отырғызамыз. Енді сіздің балаңыз тәттіні, газдалған сусындарды, жұмыртқа және шұжық, колбаса өнімдерін мүлдем жемеу керек. Бұл ем уақытында. Себебі тәттіге бізде лямбли болсын, аскарида болсын, кез келген паразиттер, құрттар тәттіге қатты көбейіп кетеді. Құртқа қарсы антипаразитарный препараттардан мен сіздерге немазол, зентел және де мысалға вермокс секілді паразитке қарсы препараттарды ұсыналамыз. Олардың дозасы баланың салмағына байланысты сіз подбирать етуіңіз керек. Баладағы құртқа ем жасаған кезде міндетті түрде гепатопротекторлерді қолдану керек. Урсадекс, урсафалик немесе урсасан секілді препараттар. Неге? Себебі бізде лямбли аскарида өт жолын жабады, ол жерде өттің қоюлануына және өт жолының қисаюына алып келеді. Осыны болдырмау үшін, бауырды сақтау үшін міндетті түрде гепатопротектор керек. Және айтатын нәрсе, сіз құртқа қарсы дәрі берген уақытта ішек құрылысындағы біздегі құрттар, яғни өмірге қабілетсіз болады. Олар өледі. Осы уақытта токсин бөледі, у бөледі, ағзаға зияны тимеу үшін, крапивницалы аллергиялар шақырмау үшін біз оны сыртқа шығаруымыз керек. Ол үшін слабительный препараттарды дюфалакты қолдансаңыз болады. Дюфалак бізде жалпы 3 айлық мерзімнен бастап беруге болады. Және оның дозасы баланың салмағына байланысты подбирать етесіз. Енді қорытындылайтын болсақ, баладағы жалпы құртты болдырмау үшін гигиена сақтаймыз, тағамдарды термический обработкадан міндетті түрде өткіземіз, сапалы тағамдар тұтынамыз, тәттіні, газированныйды және фастфудтарды рационнан алып тастаймыз. Және бұны емдеген кезде құртқа қарсы антипаразитарный препарат, гепатопротекторлер және де слабительный препаратты және пробиотикті беру керек. Себебі асқазан ішек жолындағы құрт толығымен тазаланғаннан кейін ол жердің қалыпты флорасы бұзылады. Сол себепті пробиотик міндетті түрде. Құртты тиімді емдегіңіз келсе, ешқашан оны сіз очистительный клизма жасатпаңыз. Себебі ол біздегі ішек асқазан арасындағы сфинктерлерге зиянын келтіреді.
Былайша айтқанда, асқазан ішек жолына су жіберген уақытта бізде қысым арта бастайды. Ең тиімді әдіс ол препарат арқылы толығымен тазалап шығару. Жұмыртқаны және де құртты барлығын толық тазалайсыз. Әрине ұзақ уақыт кетеді, көп төзім керек, және де былайша айтқанда дисциплина. Айтылған нәрсе уақытында орындалу керек. Дәл осындай көрсеткішке, дәл осындай нәтижеге жеткіңіз келсе, біздің орталыққа консультацияға келіңіз. Абылмет орталығы Шымкент қаласы Нұрсат 126. Мен контактный данныйдың барлығын описанияға қалдырам. Алдын ала жазылу арқылы біздің мамандарға көрініп, балаңыздағы құрттан толық құтылуға мүмкіндігіңіз бар.